Көңіліме қаяу түсіп, ішіме мұным жиналып, оны ақтатар шақ келгенде жаныма жақын адам таппаймын. Өз күйігіммен өзім іштей арпалысып жүремін. Іштегі жағымсыз эмоцияларды сыртқа шығарып тұрмаса, одан түрлі ауруларға шалдығуы да мүмкін екені айтылып жатады. Менің сырласатын, жанымды түсінетін жақын адамым жоқ. Бір жасаған қателігім өмір бойы бетіме таңба болып қалды. Өзгелер де оны қайта-қайта есіме салып бетіме басып тұрады. Айыбымның орнына қанша рет жуып шаюға тырыссам да нәтиже шықпады. Қыз ғұмырымда ешкім басымды имей жүруші едім. Енді басымды жоғары көтере алмайтын халге түстім. Өзгелердің сөзінен өзімнің қадірімді төмендетіп алдым. Енді ес жиып, өткен күнге салауат айтып, бақытты өмір сүрейін десем, қателігімді айтып, тағы да жерге ұрады. Түсінікті болу үшін басынан бастайыншы. Менің әпкем тұрмысқа шыққан соң бір перзенттен кейін айықпас дертке ұшырады. Жездем әпкемді емдету үшін жасаған әрекеттері зая кетті. Ауру келінді кім жақтырсын дейсіз? Оның үстіне әпкем сау жүрген кезде тыныштық бермеген ата-енесі мен туысқандары ауырған кезде жақсы қарамайтыны екіталай болатын. Әпкемді енесі ауырмай тұрып жақтырмайтын. Жездем екеуі бір-бірін сүйгендіктен әпкем барлық қиындыққа шыдайтын. Енесі енді қалғаны ауру келінді асырауымыз еді. Бұл келін келгелі бері ауру бізден жасырып баламды алдап, басын айналдырып тиіп алған ғой. Байқұс баламның мұның ауру екенін қайдан білсін? Енді келіп ауру асқынғанда айтып отыр. Үйіне кет, ауру келінге қарайтын уақытым жоқ, өзіңнің шешең қарасын дейтін. Жұртқа жария салып. Енесі ажырасыңдар деп ұлына қанша айтса да, жездем әпкемді жақсы көргендіктен анасына қарсы шығып жүрді. Олардың махаббаты күшті әрі ерекше еді. Барлығы олардың бір-біріне деген өшпес сезімдеріне қызығатын. Ақыры анасы екеуін ажырастырып тынды. Анасының айтуымен жездем басқа әйелге үйленді. Бұл уақытта жездемнің інісімен арамызда сезім оты тұтанып болған еді. Құда баламның маған ғашық екендігін әпкем мен жездем білетін. Сұлтан құда балам болса да маған үйленемін деп сөзінен қайтпайтын. Жездем де оған келісімін берген. Бірақ әпкем ауру болып, енесі оны үйден қуып шыққанда мені күлімдеп қарсы алмайтыны белгілі ғой. Сондықтан да сұлтанмен арамыздағы қарым-қатынасты тоқтатпақ болдым. Сүйген адамымның айырылысу қиын екенін сол кезде сезінгенмін. Сұлтанмен бір жыл жүрген, бір күнде екі жаққа кеттік. Айырылысқан кезде құрсағымда сұлтанның ұрпағы өсіп келе жатқан еді. Бірақ оны өзіне де айта алмадым. Сұлтан білсе маған үйленіп, кейін енесінің түртпектеуінен құтыла алмай, ит қорлықпен өмірім өтер еді. Әпкемді байыр айтып, өзіме тағы тиісіп, ата-анамды жерге ұрғызып, азаппен өмір сүргенше ешкімді қинамай өзге жолды таңдағанмын. Өзім сүйген емес, өзімді сүйген адамның жары болуға келістім. Құрсағымда перзентімнің барын білсе де қарсылық білдірмеген. Жандар өзінің перзентіндей қарауға уәдесін берген болатын. Ол уәдесінде тұрды, бірақ ақ босағаны аттамай жатып, аяғымның ауырлап келгенін үйдегілер ұнатпай теріс қарап жүретін. Баламның басқа біреуден екенін білсе, мені үйлеріңізге кіргізбейтін. Жандар менімен бірге болу үшін оны менен аяғы ауыр, мен осы қызға ғана үйленем деп жауапкершілікті мойнына алды. Барған күнімен бастап ол үйде маған жылы сөйлеген жан болмады. Енем мені көрсе безе жөнеледі. Ауру жүрген кездерімде ешкімнің маған қарауға уақыты болмайтын. Абысындарым кекетіп, босанып болған соң келмедің бе? Аяғым ауыр болып келсе, бәрі мені алақанындай аялап ұстайды деп ойладың ба деп мысқылдайтын. Күйеуімнен басқа бір жан мен осы үйде тұратынымды, бар жоғымды елемейді. Күйеуім мен балам үшін шыдап, бәрі де орнына келер деп жүре бердім. Бүгін болмаса ертең әйтеуір маған да мейірлері түсер деп үміттендім. Қастарында жүріп қызметтерін жасай бердім. Бала шағаларын ойнатып, оларға тәтті тағамдар пісіріп, өз баламнан кейін көрмедім.
Бірінші ұлым күйеуімнің қанынан емес екенін басқалар білмегенімен өзімді алдай алмайтынмын. Айтпасам да алдарындағы күнәмді жуып шаю үшін бар айтқандарына көніп жүрдім. Жездемнің анасы әпкеме күн көрсетпеген аздай енді менің де өміріме араласып жүрді. Енем екеуі де бір ауылда тұрғандықтан жақсы таниды. Енеме әпкемді жамандап, сіңлісі де сондай деп қайрағанын қоймады. Әпкемнен ешқандай жамандық көрген жоқ, енесін отырғызып қойып бар жұмысын әпкем өзі істейтін. Ал қазіргі келіндері өздері отырып енесін жұмсап қойған. Сонда жуас болып қызметін жасап жүрген әпкем ұнамай, өз қызметін өзіне жасатқызып қоятын көкбет келіндер ұнайды ма деген ойға қалдым. Екеуін салыстырғанда менің енем ақылдылау. Әпкеме енесі талай ұрсып айтқан сөздерін естігенімен келіннің де ұлының да көңіліне қарамайтын. Ал менің енем ұлының көңілі үшін маған қатты тіл баттырып сөйлемеген. Бар айтары ішінде сақтайтын. Сонысы есіме алып көңілімді көтеріп қоятынмын. 6 жыл жандармен отандастық. Бұл уақытта 2 ұл, 1 қызым болды. Үйдегілер бір нәрседен хабары бар адамдай бірінші балама ешқайсысы мейір қойып қарамайды. Арамызда адасып жүрген жетім бала сияқты тұйық, ынжық, ешкіммен араласпайтын болып өсіп жатыр. Ұлымның алдағы болашағы қазірде мені алаңдатады. Кейде ата-анама беріп жібергім келеді, бірақ оларға келіндерінің немересі ақ жетеді ғой. Ол жаққа барса менің ұлыма оларда назарын сала қоймас. Жандардың да өзінің балалары болған соң тек соларға көп көңіл бөледі. Кейде оның іс-әрекеттеріне бұл менің ұлым емес, жоғалт көзін, жібер өзінің әкесіне дейтін сияқты болып көрінетін. Жандар маған суынып бара жатқандай бір нәрсе бола қалса, кете бер, есі қайда екенін білесің деп отырады. 3 баламды жетектеп қайда барамын? Соңғы кезде арамызда жиі ұрыс болып жатыр. Ұрысының басты себебі сен маған адал болып келмегенсің дейді. Я, онысы рас, бірақ басқадан аяғым ауыр болып келгенімді білмей қалған жоқ қой. 6 жыл өткенде оны неге енді қозғап отыр? Сол кезде маған үйлену үшін үйіп-төгіп уәдесін беріп, жауапкершілікті мойнына алған ұмытып кетті ме? Осы әрекеттеріне ажырасып кетейін десем, кейде мені әлі де шын сүйетіндей білдіріп қуанышқа бөлейді. Сондай кездері есіме алып бақытты күндерімнің келетінін күдерімді үзбеймін. Балаларымның болашағы үшін кез келген қиындыққа төтеп беруге тырысамын. Сәлеметсіздер ме? Әсерлі аудио әңгімелер арнасының құрметті тыңдармандары. Арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Рахмет.